Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр халқының мантысын дайындаймыз. Бұны хошан деп атайды. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқа мен суды қосып, қамыр илейміз. Мен бұл жерде қамырды 2 есе көбейтіп жасап жатырмын. Сіздер төменде көрсетілген рецепт бойынша жасасаңыздар болады. Мен дайындаған қамырдан 52 штук манты шықты. Қамырымыз осындай қаттылау болу керек. Дайын болған қамырымызды жақсылап илеп, салафанға салып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сиыр еті керек болады. Етімізді ұсақтап, 4 бөлшектеп тураймыз. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Пияз бен етімізге осындай сиырдың ерітілген іш майын сақтап турап қосамыз. Бұл ерекше дәм береді. Барлығын турап болған соң дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей қолдың көмегімен жайып, бөліктерге бөлеміз. Осындай кесіп алған қамырымызды кішкене бөліктерге бөлеміз. Мен әрбір қамырды таразының көмегімен 16-17 граммнан өлшеп дайындап алдым. Бөліп дайындап алған қамырымызды осылай дөңгелек пішімге келтіріп дайындап аламыз. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай ұн сеуіп қоямыз. Енді осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болып кетпеу керек. Орташа етіп жаямыз. Жайып алған қамырымызға салмамызды салып, видеода көрсетілгенде әдемі етіп түйеміз.
мантымызды майға қорған кезде ашылып кетпейтіндей жақсылап түйуіміз керек. Мантыларымызды дәл осылай дайындап алып, қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып алған мантыларымызды мантываркаға салып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей мантыларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.